Өткен аптада аймақтық жас қаламгерлер форумы өз жұмысын аяқтады. Көкшетаудағы кеңеске Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Астана мен Алматыдан 40-қа тарта адам қатынасты. Шара жас таланттарды қолдау, тәрбиелеу мақсатында өтті. Қанаттары қатайып, оза шапқандарды жазушылар одағына мүшелікке қабылдауда ойда бар. Кеңес қорытындысында өлеңдері алқа мүшелерінің назарына іліккен бір жас ақынның жеке кітабын, өлеңдер жинағын басып шығару ұйғарылды. Ал ондай қуанышқа ие болған ақмолалық Мерген Тоқсанбай болды. Ғалым Жайлыбай, Бауыржан Жақып, Серік Ақсұңқарұлы сияқты қарымды қаламгерлер көп ішінен осы Мергеннің өлеңдерін ерекшеледі. Мерген Тоқсанбай 1988 жылы 14 қарашада бұрынғы Көкшетау облысы Еңбекшілдер ауданы Қазгородок ауылында дүниеге келген. 1995-2006 жылдары Қазгородок орта мектебінде оқыған. 2011 жылы Көкше академиясының филология факультетін тәмамдайды. Кейіннен облыстық Мағжан Жұмабаев атындағы ғылыми әмбебап кітапханасына жұмысқа орналасады. Әке көрген оғы жанар демекші, әкесі Көшербайдың өнерге деген ерекше көз қарасы Мергенге де тамаша үлгі өнеге болды. Әкесі өлең жазбаса да, қисса, жыр десе ішкен асын жерге қоюға бар еді. Мергеннің өлең патшалығына деген қызығушылығы да сол бала жастан оянған. Әрі нағашы жұрты да өнерден құр алақан емес еді. Осылайша өнер қонып, бақыт арған отбасында дүниеге келген бала Мергенде 10-12 жасынан жыр жаза бастады. 5-ші сыныптан бастап шимайлай бастадым. Мектеп кезінде ол кезде қызық болды бұлай. Басқалар мектепті, ауылды білесіздер ғой. Жаза бастасаң ақын деп шығады, ақын деп мадақтады, көтерді, қол бастады. Соны арқаланып жазып жүрді. Одан кейін осы ақындармен танысып Көкшетауға келдім. Көкшетауға келгесін алдымен айтысқа шықтым. Сосын айтысып көрдім, бірақ айтыс менікі емес екенін көрдім. Көзім жетті. Содан кейін жазбаға кеттім. Әрине, Мерген бірден мінсіз өлең жазып кете қойған жоқ, ізденді. Қазақ поэзиясын жастана оқыды. Жергілікті жас ақындармен де танысты. Оның ішінде белгілі ақын Алмас Темірбаймен танысуы оған өз шығармашылығын шыңдай түсуге жол ашты. Өлеңнің техникасы мен теориясын тереңірек меңгере бастады. Жазғандары баспа беттеріне жарияланды. Жалпы газет журналдарға басылып тұрады өлеңдерім. Облыстық газеттерге, республикалық. Негізі өзімнің өлеңдерім бір жеке жинақ болып осы Көкшетау журналына шықты. Жеке дегенде топтама өлеңдерім ең алғашқы рет. Одан кейін Көкшетау жасағандар антологиясы. Соған өлеңдерім енді. Сөйтіп барып, былтырғы 2011 жылы Ассалаумағалейкум атты өзімнің алғашқы өлеңдер жинағымды шығардым. Мергеннің алғашқы жинағына 50 шақты өлең енген. Бұл оның осы уақытқа дейін жазған еңбектерінің бір бөлігі ғана. Кейіпкеріміз жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң облыстық кітапхананың көпшілік іс-шаралар және қоғаммен байланыс бөліміне жұмысқа орналасады. Қазір осы жауапкершілікті абыроймен атқарып жүр. Біздің бөлім негізі атқаратын жұмысы ол мәдени іс-шараларды ұйымдастыру, жүргізу. Ондай қабілет Мергеннің бойында танылады. Ол өзінің осы кітапханаға келгеннен бері бір жылдың ішінде көптеген осы кітапхана қабырғасында ұйымдастырылған әр саладағы, әр тақырыптағы мәдени іс-шараларды ұйымдастырып жүргізді. Мерген Тоқсанбай әріптестері арасында өте сыйлы, жас маман ретінде оны қадірлейді. Мерген оқушы кезінде, студенттік шақта, тіпті қазіргі жұмыс істеп жүрген сәтінде де ақындар арасындағы байқаулар мен мүшайралардан мүмкіндігінше қалмауға тырысады. Ол осы уақытқа дейін облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі 30-дан астам сынға қатысып, жеңімпаз және жүлделі орын иегері атанған. Олар Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев атындағы байқаулар мен Мәуліт, Астана және тәуелсіздік мерекесіне орай ұйымдастырылған шаралар. Мерген үшін жақында Көкшетау қаласында өткен жас қаламгерлердің аймақтық форумы жаңа мүмкіндікке жол ашты. Өлең оқығым келеді. Жаңбыр болып егіліп, жел болып ызыңдап сен кетіп қалғансың себебі. Ақ қарда әдемі ызыңға. Дей көрме, не деген заржақ бұл, қайтейін қайырылмай барасың, қардағы із ғана жалғап тұр. Мендегі күнә мен сендегі реніштің арасын. Сен
кетіп барасың. Осы форумда Жауқазын жырлармен көзге түскен, оған Қазақстан жазушылар одағында өз өлеңдерін басып шығару мүмкіндігі берілді. Бұл кітап шыққан күнде ол барлық республикаға тарайды, ел біледі, ел сынайды, үлкендер сынайды, басқа жақтар сынайды. Солардың сыннан сүрінбей бүгінгі өзіміздің ағаларымыздың үмітін ақтай алам ба деген бір қорқыныш бар, үрей бар, жауапкершілік бар. Сонымен Мергеннің келесі жыр жинағы Жалын баспасының Жас толқын сериясы бойынша шығатын болды. Мерген қазір оған енгізілетін өлеңдерін іріктеуде. Бұл жинақтың қалай аталатындығы жайлы жас ақын әзірге нақты шешім қабылдаған жоқ. Бірақ белгілісі жаңа жинаққа енетін жырлардың басым бөлігі лирика жанрында болмақ. Көпірдің үстінде көп тұрып, бетіңді самалға өптіріп, сен тұрдың күлімдеп, еркелеп, жүректен жасымды төктіріп, судағы балыққа қызығып, қарадың өзенге сызылып, мен тұрдым айтатын сырымды тұрса деп айтқызбай, қыз ұғып, айқайдам. Айтсам да ұқпассың, дертіме шипа боп жұқпассың, жабық ет сезімнің сарайы сен аштың дөп тауып тұтқасын, сайраттың бағымда бұлбұлды, сыйла деп ұсынды қыр гүлді, тіл қатпай тек үнсіз тулаған қайтейін, жүрегі құрғырды, қолымнан келмейді басқа түк, жанарым қарауға жасқанып. Ердәулет Байдуллаев, Айбек Танияров, Апта. Шыбын жан.